Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін бізде алғашқы курстың бірінші сабағы, ол Word бағдарламасына байланысты бірнеше серия видеолар түсіретін болады. Менің каналыма кіріп плейлистке кірсеңіздер, Microsoft Word бағдарламасы деген плейлистті бассаңыздар, сол жерде бірнеше курсты бірінен рет-ретімен көре аласыздар. Курсымызды бастамас бұрын жалпы Word деген не ол, қаяқтан шыққан, қалай жүктейміз, қалай ашамызды, тағы да басқа лайфхактарды айтатын боламын. Сұрақтарға да жауап беріп, сондай курстар түсіретін болам. Ең бастысы каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментке жазуларыңызды болады жазуларыңызға. Ендеше кеттік, жалпы Word бағдарламасын қай жақтан жүктейміз және қалай дұрыс жүктейміз, оның форматы қандай, сол туралы кетейік. Ең бірінші Word'ды жүктеу үшін кез келген қазір көп үй жағдайында керек емес қазір. Мына жерге Microsoft Word скачать деп бассаңыздар, осылай шығады сіздерде. Мысалы, көріңіздер, Microsoft Word скачать бесплатно для Windows 10, 7, 11 деген сияқты әртүрлі осындай варианттар шығады. Ең бірінші не істейсіздер? Өздеріңіздің компьютерлеріңізге барып, қандай операциялық жүйе орнатылып тұрғанын білулеріңіз керек. Одан кейін қандай бит, 32 ма немесе 64. Соны міндетті түрде білу керек. Ол үшін мой компьютердің свойствосына басасыздар. Сол жерде жазылып тұрады. Мысалға, менде Windows 10 деген операциялық жүйе орнатылған 64 биттік. Значит, маған 64 биттік Windows 10-ға арналған Word керек. Соған сәйкес келетін. Енді қараңыздар, мынандай нәрселерді ескерген дұрыс, егер компьютеріңіздің конфигурациясы Core i5 там азуыңыз 8 гигабайттан жоғары қарай болатын болса, кез келген Word орнатып береді. Одан егер төмендеу, әлсіздеу компьютер болатын болса, сізге 2019-2016 жылғы Word'тарды орнатудың қажеті жоқ. Сізге 2007, 2003 немесе 2010 деген сияқты орнатсаңыз болады. Егер компьютеріңіз шустри конфигурациясы жақсы болатын болса, кез келген Word'ты орната бересіздер. Енді қараңыздар. Сөйтіп, мысалға, менде Windows 10 64 биттік екенін білдім. Немесе 32 болуы мүмкін сізде. Сөйтіп жазасыздар. Мысалға 64 бит, мына жерге 64 емес 32 деп жазсаңыздар өзі шығады. Міне скачать дейсіздер, осы кез келген сайттан жүктеп ала бересіздер. Кейбір жүктеген кезде қарайсыздар, активациясымен болады, активациясыз болады. Активациясымен егер түсінбей жатсаңыздар, болмай жатса орната беріңіздер, сізге пробный 1-2 ай жұмыс істей береді. Одан кейін активация сұрап жатса, мен активация туралы міндетті түрде бөлек видео түсіретін боламын. Осы курстардың ішінде болады. Одан қам жемеңіздер. Негізі активацияға уайымдамай жұмыс істей берсеңіздер болады. Негізі өшпейді. Мен солай жұмыс жасаймын. Активация маған маңызды емес. Керек кезде Word'ымды пайдалана беремін. Ол туралы видео түсіретін боламын алдағы уақытта. Енді қараңыздар. Жүктеп алдыңыздар деп ойлаймыз. Кез келген сайттан скачать етіп алдыңыздар. Ең бастысы абайлаңыздар, жүктеген кезде объем үлкен болу керек Word пакеттің. Бұл жерде Word деп жеке скачать ете алмайсыздар. Бұлар жалпы офиске жатады. Пакет. Сол пакеттің ішінде бірнеше программалар бар, соның ішінде бір тармағы ол Word бағдарламасы. Негізі Word'ты қараңыздар, кірген кезде, компьютеріңізге орнатқан кезде, мынандай папка пайда болады. Мысалға, сіз рабочий столға кірген кезде, программаны орнатқан кезде, сізде рабочий столда мынандай Word'тар болмауы мүмкін. Ол үшін оң жағын басасыздар, создать документ дейсіздер. Қазір ашсаңыздар, ашылады, қараңыздар, көрдіңіздер. Кейбір жағдайларда осылай налар документтер болмайды алғашқы орнатқан кезде. Ол үшін не істейсіздер? Пускке кіресіздер и офис дегенді іздейсіздер. Microsoft Office. Мысалға, менде офис деген бар ма екен? Так, қаяқта? Қазір көрейік. Офис. Менде қайда кетіп қалған офисім қазір? Міне, Microsoft Office деген ол пакет. Сол пакеттің ішінде бірнеше бағдарлама. Мысалға, менде 2010 орнатылған Access, Excel, тағы да басқасын барлығы пакетке жатады. Маған керегі осы Word қайда? Міне. Осыны алып ярлығын лақтырып басаңыздар болады. Сол жерден кез келген уақытта аша бересіздер. Менде бар, маған қажет жоқ, сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Міне, екінші вариант. Бұл жерде де болмауы мүмкін. Ол кезде не істейсіздер? Бір жағынан лайфхак, мысалға біреудің үйіне бардыңыздар, и Word ана жақта да, мына жақта да жоқ, и қалай ашатынын білмей жатсыздар. Ол үшін мой компьютерге кіресіздер, ТС-ға кіресіздер. Енді сізде 86 неге кіресіздер, программ файлс немесе на программ файлсын өзінен қарайсыздар. Ең бастысы офис дегенді іздейсіздер. Мысалға, менде Microsoft Office деген бар. Соның ішінде Office 14 деген папкаға кірсеңіздер, мына жерде әрқайсының главный файл приложениялардың аттары тұрады. Мысалға, мынау Access. Мысалға, келесі бізде Excel деген сияқты ғой міне.
Осылай әр ненің акция, міне мынау акциясы баста, мынаудан кейін Outlook деген сияқты міне осы нелерді қарай бересіздер. Мысалға бізге Word-тың, мысалға міне PowerPoint дейді, көрдіңіздер, алғашқы осы жерден де аша беруге болады. Мысалға міне Word дегенді бассаңыздар, менде қазір 2 рет бассам Word ашылады. Кейбір жағдайларда осыны керек. Енді форматтарды қайдан білеміз? Мысалға 2003 жылға дейінгі Microsoft Word-та олар докпен сақталатын болған формат. Мысалы суреттерде JPEG деген сияқты, PNG, GIF деген форматтар болады ғой. Бұл кез келген программаның өзінің форматы болады. 2003-ке дейінгілер олар док болып сақталған, 2003-тен жоғары қарай версияларда ол docx пен сақталады. Docx разница деп интернеттен былай қосымша қарап алсаңыздар болады, түсінбей жатсаңыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне осындай ең маңызды Word туралы сіздерге айттым. Алдыда әрине бірнеше уроктар болады, ол жақтан да жақсырақ түсінетін боласыздар. Жүктеп алыңыздар, ешқашан сатып алмаңыздар. Егер үй жағдайында осындай тегін алып әрқашан жұмыс жасаңыздар. Сатып алатын болсаңыз қымбат, оның лицензиясы 1 жылға ғана жетеді деген сияқты. Ал егер үлкен компания болатын болса, ИП корпоративный, сізді Microsoft-тың жаңағы тексеретін адамдары тексеріп сіздерге келетін болса, үлкен компания, тіркелген компания болса, әрине өз жақтары лицензионный түрін қолданасыздар. Ал үй жағдайында ол міндетті емес. Міне біз осылай скачать етіп алып өмір бақи жүре береміз. Ең бастысы түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.